адамдық тұрғыдан шара салсам айтады да, мынандай 3 түрлі көрші болады дейді. Бір көрші бар, бір ақысы бар сенде дейді. Оның көршілік ақысы бар дейді. Бірақ мұсылман емес та. Екінші көрші бар дейді. Оның 2 ақысы бар сенде дейді. Ол мұсылман, бір ақысы, екіншісі көршілік ақысы дейді. Үшінші көршің бар дейді, оның 3 ақысы бар сенде дейді. Ол мұсылман көршің, екіншісі көрші болғандықтан, үшіншісі туысың болғандықтан. Ағайын туыстар кейде көрші болып тұрамыз ғой. Олардың бір-бірінде неше ақысы бар екен? Бұны Расул айтып жатыр. Сонда біріншісінің өзі жарайды мұсылман емес, басқа дінде болғанның өзінде бәрібір де оның бір ақысы бар сенде. Қандай ақысы? Көршілік ақысы. Көршілік ақысы бар ғой оның. Оның хақысын не істемеу керек? Хақысын таптамау керек. Діні ұлты бөлек болса да, бәр адамның баласы көршілік ақысы бар сенде. Сен оған ешқандай зиян бермеуің керек.